Макси яғни ол сусынды шығаратын Голландс Болтерс компаниясы 2024 жылы 65 миллиард 218 миллион теңге ақша тапқан. Егер де оң жақта шығындарды қарайтын болсақ, компания тауарлардың өзіндік құнына 36 миллиард 110 миллион теңге ақша жаратқан. Екінші бізде расходоперализация, оған тауарларды сату үшін отдел продаж, логистика кіреді, оған 5 миллиард 486 миллион теңге ақша кеткен. Үшіншісі бізде административный расходы, оның ішіне аренда, жұмыскерлердің жалақысы кіреді, оған 1 миллиард 345 миллион теңге ақша кеткен, және басқа да шығындарға 305 миллион теңге. Финансовые расходы, ішіне кредиттердің проценттері де кіреді, оған 911 миллион теңге ақша кеткен. Және де Голландс Болтерс 2024 жылы 3 миллиард 789 миллион теңге салық төлеген. Ең соңында бүкіл шығындардан кейін оларда 17 миллиард 269 миллион теңге ақша қалған. Мен есімім Арсен, финанс аналитикпін. Егер де өзіңізге немесе кәсібіңізге қаржылық талдау жасағыңыз келсе, тіркеліп кетіңіз және консультация жасаңыз болады.